Жаратылысы нәзік болса да, қайсарлық, көзсіз ерлік бойынан табылған Әлия Молдағұлова. Әлия Молдағұлова 1925 жылдың 15 маусымында Ақтөбе облысы Қобда ауданында дүниеге келген. 8 жасқа келгенде анасы қайтыс болады. Нағашысы Әубәкірдің үйінде өсіп есейеді. 1942 жылы өз еркімен майданға аттанып, мергендер мектебін үздік бітірді. Соған қарамастан оны біраз уақытқа дейін атыс шабыс алаңына жақындатпады. Бірақ жас қазақ қызы алға ұмтылды, жауға қарсы оқ жаудыруға асықты. 1943 жылы снайперлер дайындау мектебін аяқтайды. Сол жылы арнайы атқыштар бригадасының снайпері болған. Ұрыс таласында жау әскерінің 30-дан аса сарбазы мен офицерінің көзін жойды. 19 жасар Әлияны майдандастары Шығыс жұлдызы деп те атаған. Батыр қыз 1944 жылы 14 қаңтарда Псков облысының Новосокольники ауданында қаза тапты. Мен Әлия Молдағұлова секілді батыр атанған шайқаста ерлікпен қаза тапқан апамның ұрпағы болғанымды мақтан етемін. Және де мен барлық осы бізге бейбіт өмір алып келген батырларымызға басын иемін.